Аллергияны қалай емдеуге болады? Ағаштар бүршік жара бастайтын көктем мезгілінде аллергиямен ауыратындар қатары көбейе түседі. Адам ағзасында иммундық жүйесі төмен болса, ауаның, күннің, сондай-ақ шаң-тозаң, өсімдіктер, тағамдар, дәрі-дәрмектер, бояғыш заттардың денеге кері әсерінен ауру пайда болады. Әсіресе көктем-жаз мезгілдерінде шаң-тозаңнан пайда болатын аллергиялық аурулар жиі кездеседі. Көктемде түрлі шөптер мен ағаштар гүлдеп, жаз айларында дәнді дақылдар өседі. Біздің өңірде арамшөптің 7 түрі кездеседі. Көп жағдайда адамдар далалыққа шыққанда аллергияның белгілері басталып жатады. Маусымдық аллергия шөп тозаңынан туындайтын аллергияның бір түрі. Ол көктем айларында шөптің, гүлдердің гүлдеп, тозаң шашатын кезеңінде пайда болып, күзге дейін созылады. Бұл уақыт аралығы аллергиктер үшін қауіпті кезең саналады. Заттық аллергияларға шаң-тозаң, дәрі, тағамдық, тағы да басқа көп аллергиялар жатады. Ең күшті аллергия балаларға сиырдың сүтінен, жұмыртқа мен жаңғақтан болады. Сосын факторлы аллергия бар. Яғни зат емес, суықтан, күннен, иістен, стресс сияқты көзге көрінбейтін заттардан болатын аллергия. Аллергияның себебі: егер сіздің аллергияңыз көктемнің ортасынан күз ортасына дейін жалғасса, онда сіз полигоз аллергиясына шалдыққансыз. Полигоз аллергиясы өсімдіктің тозаңынан пайда болатын аллергияның бір түрі. Ағаштың, талдың, шөптің тозаңы мұрынға қонады, иммундық жүйе оны бөгде зат ретінде қабылдайды. Соның әсерінен вирусқа не бактерияға тән, ал ағза бөтен затты шығарудың жолын іздейді. Қанда гистамин атты биологиялық белсенді зат пайда болады, одан жөтел, түшкіру, тұмау пайда болады, көзден жас ағады. Негізі аллергия ауру деп есептелмейді, бұл бөгде затқа жауап беретін ағзаның ерекше күйі. Ағзаның мұндай жеке реакциясын адам бойынан алып тастау мүмкін бе? Жоқ, осыған келгенде медицина қауқарсыз. Бірақ белгілі бір уақытқа дейін емдеуге және оның алдын алуға болады. Аллергиясы бар адамның жанында жүріп, аллергия жұқтырып алам деп ойламасаңыз да болады. Ал аллергиясы бар адам өзге аллергендерге бейім болады. Аллергияны қоздыратын заттар: қоршаған орта ластығы, күйзеліс, әлсіз иммунитет, темекі, антибиотик, дұрыс тамақтанбау. Жыл мезгілдерінде бақылап не жағым не болады. Негізінен аллергия көктем мезгілінде ағаш тозаңдарынан, жазда шөптерден, күзде арам шөптерден дами түседі. Әлемде 100-ден астам аллергия тозаңдары кездеседі. Сол үшін дәрігерге көрініп, сол 100-дің ішінде қайсы сіздің мазаңызды алып жүргенін білуіңіз керек. Оның алдын алып, емдік шараларын жасаған абзал. Аллергияны қалай емдейді? Біріншіден, адамға аллергия беретін заттар мен факторларды жою керек. Екіншіден, аллергия тудыратын заттарды анықтап, оны аллергендермен емдейміз. Бұны арнайы аллергеннің иммунотерапиясы деп атайды. Бұл емді адам аллергиямен ауырмай тұрғанда қалыпты жағдайда қабылдайды. Негізі ауру асқынған кезде аллергияны емдейтін көп дәрілер бар. Ең жиі қолданатын дәрілер антигистаминдік топ деп аталады. Есекжем, атопиялық дерматит, тағы да басқа жағдайларда, теріде қышу пайда болғанда, біз көбінесе антигистаминдік бірінші топты дәрілерді пайдаланамыз. Яғни тавегел, супрастин, фенистил, диазолин, псилобальзам деген сияқты түрлері бар. Тыныс жолдарында аллергия пайда болғанда, мысалы, түшкіру, көзден, мұрыннан су ағып, көз қышығында екінші, үшінші топтық антигистаминдік дәрілер пайдаланылады. Оған цетиризин, лоратадин, дезлоратадин, фексафенадин деген дәрілер жатады. Полиноздың клиникалық көріністері адамға көз, мұрын, бронх арқылы білінеді. Бірақ ол маусымдық жағдайда ғана болады. Дене қызуы көтерілмейді. Аяқ астынан өздігінен басылып қалады. Ал вирусқа ұқсайтын жағдайда дене қызуы көтеріледі ғой. Сондықтан жазда осындай жағдай кездесіп жатса, оны аллергияға жатқызбаймыз. Бірақ басқа клиникалық көріністері 20-30% тері арқылы білінеді. Алайда бұл сирек кездесетін формалары. Аллергияны емдеуге гормондар қатты көмектеседі. Мұндай гормонның бірі дипроспан дәрісі. Ол бір айға екпе түрінде салынатын гормон. Екіншісі киналоп дәрісі. Ол 6 айға есептелген гормондық дәрі. Бұл дәрілер 1-2 жыл көмектескеннен кейін әсерін бермейді. Кейін жеңіл дәрілер көмектеспей қалады. Бұл дәрілер диабет, глаукома, катарактаға шалдықтыруы мүмкін. Қан қысымын көтеріп, сүйекке қажетті кальций, фосфор сынды минералдарды организмнен шығарады. Метаболизмге кері әсерін тигізіп, адам артық салмақ жинауы ықтимал. Аллергияға арналған арнайы гипоаллергенді диета бар. Сондықтан аллергиясы бар адамдарға аллергияны қоздыратын тағамдарды жеуге болмайды. Аллергендер қатарына цитрустар, көкөністер мен жемістер, сүт өнімдері жатады. Және де тауық етін жеуге болмайды. Себебі тауықты өсірген кезде оларға жем-шөппен бірге антибиотик береді. Ал сүттің құрамында таза белок бар. Сондықтан оны да аллергиясы бар адамдарға ішуге болмайды. Сүт
өнімдерінің ішіндегі шұбат, қымыз сусындарында аллергия қозған кезде ішуге болмайды. Көп адамдар ем болады деп мән бермей ішіп жатады. Бұл дұрыс емес. Сонымен бірге балық, газдалған сусындар мен балды да пайдалануға тыйым салынады. Айтпақшы, алкоголь аллергияны асқындады. Балалардың диатезі де аллергияның бір түрі. Маусымдық полиноздан зардап шегеді. Мейлінше ылғалды аймаққа көшу керек. Сүт белсенді аллерген. Осы мәліметті алғаш естігенде таңданғанмын. Балаға цитрус жемістерін шектеп беріңіз. Түрде беріледі. Суыққа да аллергия болады. Кальций ағзадағы гистаминдердің азаюына әсер етеді. Аллергиктерге кеңес ең алдымен ағзаңыз нені қабылдамайтынын өзіңіз білуіңіз керек. Оны анықтайтын тәсілдер бар. Арнайы емханаларда қан сараптамасы және теріге тітіркендіргіштер енгізу арқылы анықтап береді. Сосын үйшіңіз, достарыңыз, араласатын адамдарыңыздың барлығы неге аллергияңыз бар екенін білулері керек. Сақтық үшін кейде бұл өмір мен өлім мәселесін шешуі мүмкін. Ал ауырып қалған жағдайда дәрігерге міндетті түрде ескертесіз. Аллергендермен контактыны мейлінше азайту, болдырмауға тырысу. Ит мысықтан айналып өтесіз, жақпайтын азық-түлікті тұтынбайсыз, терезеге бірнеше қабаттаған дәке мата тұтатасыз, шаң тозаңнан аулақ жүресіз, күніне 2 рет үйді ылғал шүберекпен сүртесіз. Дәрі-дәрмегіңіз үнемі жаныңызда болсын. Негізі аллергия ұзақ курстармен емделеді. Дегенмен аяқ астынан ауырып қалғаны жағдайыңызды жеңілдететін антигистаминдік препараттар үйде тұрғаны дұрыс. Емделіңіз, тағы да айтайын, қазір медицина аллергияны жеңді. Тек үзбей 3 жыл шамасында емделу керек. Мысалы, маусымдық полинозда күзден бастап қыста және ерте көктемде бір курс ем аласыз. Ал жаз кезінде онсыз да дәрілердің арқасында күн көресіз. Шарықтың шегіне жеткен кезде әркімде әртүрлі, менде тамыздың ортасына қарай 1-2 апта қан тамырға салынатын тамызғы түрінде препараттар қабылдау керек. Жыл бойы дәрігердің бақылауында болып емделсеңіз, құлан таза айығып кетуге болады. Ұнаса лайк басып арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.